Ал шешей, мына торқал тойыңыз құтты болсын. Еліңіз сау болып, ғұмырыңыз мол болып, осы қуанышыңыз ұзақтан болсын. Немере шөберелеріңіздің, немерелеріңіздің қызығына тоймай жүре беріңіз. Ал баршасына да осында отырған сол отбасыларының бәріне амандық тілеймін. Дендеріңіз сау болып, тілектеспін бәріне де. Жақсы. Достарымның атынан да сөйлеп отырмыз. Мында жоқ. Ассалаумағалейкум. Құрметті қай жұрт десем болады. Енді мен осы жұртқа күйе болып, аттарыңыз білесіздер. Болат Ақсақалдың күйеуі Мұрат Гүлжановтың жолдасымын. Мынау енді апа киелі қалбаның төрінде үлкен бір торқалы той болып отыр екен. Мынау алыстан Жетісу, жер жараты Жетісудан ат терлетіп келіп жатқан жайымыз бар. Өзіңізді құттықтайық деп, андақта қыздарыңыз сәлем айтып жатыр. Ал енді апа, туылған күніңіз құтты болсын. Жастан жасқа осылай тола беріңіз. Мына ұрпақ жалғасы, мына жастарға тәлім тәрбиеңізді беріп, осылай көпшіліктің, халықтың, мына туғаныңыз бала-шағаның алдында жүре беріңіз. Енді бағана құдағи айтып жатыр ғой, құлағыңыз алтын сырған, бұл жақты көрген, тәрбиесі көрген қыздар жақсы деп, бізде енді сол сіздердің қыздарыңызды алып, мына жақты енді қазір бізде менде де күйеу қартайса жиен болады дейді, мен өзім немерем бар. Қазір енді жиен болып кеткен шығармын деп ойлаймын өзімді. Ал енді тәке, сіздерге рахмет, Талғат пен Жанерке. Енді тәкеңді мен үйленбей өзім күйеу бала болмай тұрып, оны алдынан танитын жолдас жігіт болған тәке. Қайдан білеміз, бұл кісі қайнаға болып шықты. Ал енді сіздерге де рахмет, осылай үлкен ұлағатты отбасы болып отырсыз. Сізден тәкеңді айтамын ғой, мен бұл кісі киелі азамат деп, киелі азаматтың қолын ұстап қалайық деп, кейде қалыңдап қаламын. Тәкеңнің үлкендігі бар. Енді тойларыңыз тойға жалғасып, осылай аман есен жүре беріңіздер. Арайлап атқан әр таңдарыңызда, барлықтарыңызда бақыттың нұры жаусын, елдерге аман болсын. Бақытты болыңыздар. Рахмет. Мөмкін ол туған күніңіз құтты болсын енді. 90-ға толып жатсыз енді. 100-ге толыңыз. Соны тойлайық. Енді немере шөбере көп болсын. Той-тойға болсын. Күләш апа, бүгінгі келіп жеткен 90 жасыңыз қайырлы құтты болсын. Еліңізге саулық тілеймін. Жасыңызға жас қосыла берсін. Алланың берген жасын жасап, бала-шағаңыздың арасында күліп ойнап жүре беріңіз. Тек қана жақсылық болсын. Амандықта, жақсылықта кездесейік. Талғат, Жанерке, сендерге де мамаларың жасын берсін. Осындай қуанышты тойда кезіге берейік. Ал енді міне осы ауылда міне үлкен той болып жатыр. Апамыз міне анамыз дегенді 90-ға толып жатыр. Бұл керемет той деп ойлаймын, Бұқыл ауылының тойы деп ойлаймын. Бұқыл Жарма районының тойы деп ойлаймын. Бағана берікке жолда айтып келе жатырмын. Шын айтқанда, былай біздің Жарма районынан редакциядан келіп түсіріп алса да немересімен шөбересін түсіріп алып, газетке де шығаруға болушы еді бұл кісіні. Енді мынандай керемет той ғой, 90 жас деген. Мен өзім тойларға барып жүрсем де мынандай 90 жасқа мен бірінші рет келіп тұрмын. Енді анамызға тілейтініміз зор денсаулық. Денсаулық болса бәрі болады. Тек қана денсаулық бұл кісіге әрқашан осылай шапқылап жүре берсін. Балалардың, немерелердің, шөберелердің қызығын көріп, сол кісілерге тәрбиесін беріп, ары қарай жылу лебіздерін беріп, жылуын шашып, осылай шаңырақты үлкен кісілер отырса шаңырақ не дейді ғой, қара құлып дейді ғой. Сол жылы лебіздерін, жылуын шашып, сіздердің шаңырақтарыңызда отыра берсін. 100 жасасын. Енді 10 жылдан кейін осылай 100-ге толған тойлатып жатайық. Құдай соған жеткізсін. Ал енді міне жолдастарымызға айтатындай, аузымыз толатындай айтуға болады. Енді міне мынандай ананы бүгін
тойын жасап беріп отырсыздар. Аналарыңыздың несін тегін батасын алып жатсыздар. Бұл бата деген ананың батасы ешқашан артқа қайтпайды дейді ғой. Мың есе қайтсын. Осы ана қуанса бәрі болады дейді ғой. Алдарыңыздан нұр жаусын, балаларыңыздың осы анаңызға істеп жатқан жақсылық балаларыңыздың алдына шықсын. Енді ары қарай сіздерге денсаулық, осы бабушканы өстіп қарап отырғандығы сіздерге көп-көп рахмет. Балаларыңыз қызығын көріңіздер. Енді сіздер де осы апаның жасын жасап 90-ға келіп селкілдеп талғат біз әлі күні қалжыңдасып неше түрлі айтамыз ғой. Өйстіп қалжыңдасып 90-да келген кезде бізді қалжыңдасып күлдіртіп жүре береді осылай. Неше түрлі айтып бізді күлдіртіп жатады. Мен айтамын, осы бабушка сен күлдірткенмен де жасарып отырған шығар. Ана орыстар айтады ғой. Бөркін жасын зорат деп, сол күлкіміз ешқашан айырмасын. Жолдастығымыз ешқашан тоже кетпесін осылай. Сіз бізде жүре берейік. Әрқашан осы туыстарыңыз аман есен болсын, балаларыңыз алыстан міне құда-құдағыларыңыз келіп отыр. Солардың бәрі аман есен болып, бәрі жақсы болсын, тек қана осы ауылда той болсын, шаңырақтарыңызда той болсын. Рахмет, тілек ниет қабыл болсын енді. Өздеріңізге де осы апамның жасын беріп, мынау енді 90, 100 Алла қанша ғұмыр берсе сонша ғұмырды ұрпақтың арасында көруге тілектеспіз енді. Берік ағам, аман болыңыз. Рахмет, тілек ниет қабыл болсын. Жайғасуға рұқсат. Ағам күйеу бола деп жатсыздар ма жаңа ауылдың? Пайғамбарда күйеу боласын сыйлаған дейді ғой, құрметті ағам. Аға жаңа енді айтып жатыр ғой, сіз ғана емес екенсіз күйеу бола. Неге десеңіз, бүгін матайлардың тойы дейді ғой, мен де матайларға күйеу бола едім. Сондықтан кіші болсам да бажа болып қалдым мен сізге. Рахмет, дастархан басында жайғасырғандыға. Ағамызға рахмет. Бәрекелді, рахмет. Жер жәннаты жетісу, оңтүстік өңірден келген аға, қалай тоңып қалған жоқсыз ба? Қайын жұртқа келіп? Тоңдық па? Айтып баратын болдыңыз ғой. Сен төркің суық екен деп ағайын. Рахмет, тілек ниет қабыл болсын. Енді рұқсат болса Талғат аға келіңіз, Жанерке апай келіңіздерші бері қарай. Бүгінгі дүбірлі торқылы тойдың иелері. Енді бүгінгі осы қонақтың барлығы сіздер үшін деп келіп, өздеріңіздің әулеттеріңізді, анамның жасын, анамның ақ орамалын сыйлап келіп отырған ағайындар. Енді бағанадан өлеңді біз айтып жатырмыз. Бірақ дегенмен де естелік болып қалсын, мынау енді кітік адам бір баланы шақырдық, әти сіздер түсіріп алсын деп, үлкендеріміз тарихта қалсын деп ағай. Енді мейрамханамыздың іші етке бөлініп қалғаннан кейін, мынау жақ Жанерке апай, өзіңіз жақ топ болсын, осы жақта тұрып көрсіз. Мына жақ сіздің топтарыңыз болады енді. Алдына қарай барып тұрып алайық. Қазір Жанерке апай мына дирижер дегенді білесіз ғой? Енді клубтың бастығы күйеуіңіз білетін шығарсыз, енді дирижер деген. Сіз дирижер етіп отырасыз, мына кісілер сізбен бірге өлең айтады. Талғат аға сіз мына жақтықсыз. Енді көркемөнерпаздар байқауының барлығын осы ауылда осы жерде дайындап жүрсіз ғой енді. Енді өздеріңіздің замандарыңыздағы ән болады. Енді ән айтқанда қалай болады? Басын бастап айтамыз, қайырмасына келгенде біз өшіріп қаламыз, ағайын жалғап әкету керек, іліп әкету керек. Жақсы ма? Бәрекелді. Енді апамның тойынан бір әдемі естелік болып қалсын. Енді қыздың жолы жіңішке дейді. Қыздың жолы деп Жанерке апай бір түрлі қарайды маған енді. Сіз бастаңыз бірінші енді. Осы жақ оң қанат бастасын, сіздер айтпай тұра тұрыңыздар. Оң жақ қанат айтайық бірге. Жақсы ма? Ал енді бірінші арыстың жағасына аузын шығарып айтайық. Шайнаған гүлдей тұрмын сен, шалғада тұрдың сен. Ал кет. Қайдасың бұл күнде, сенің деп арманым, сыр бойын шарладым. Сенің деп арманым, сыр бойын шарладым. Ой, бәрекелді, өздеріңізге шапалақ ұрып қойсаңыздаршы, құрметті ағайын. Қарап отырсақ, өзі мейрамхананың шекке бөлініп отыр ғой дастархан. Мына жақта ылғи бастықтар отыр екен, әкімдер отыр екен. Мынау енді ылғи чиновниктер отыр екен. Бір шапалақ ұрып қойсаңыздаршы, өздеріңіздің қызметтеріңіз құтты болсын. Мен мына жаққа қарасам, ауылдың қарапайым халық екен. Бір қора сиырлары бар, табын. Бір атар қойлары бар, үйір жылқылары бар, магазин ұстайтын қарапайым ауылдың халқы екен. Өздеріңізге бір шапалақ соғып қойсаңыздаршы, мал жандарыңыз құтты болсын деп қойын. Енді көріп отырсыздар ғой, Жанерке апайымның тобы қалай айтып жатқан, барлығы әйелдер қауымы көпірек екен, Бақытбек ағам дауыс шығып отыр енді айтайын. Енді өздеріңізде бір баритон дауыспен ер азаматтар көп екен, жақсылап тұрып айтайық. Өз замандарыңыздағы ән, қандай ән? Жамалып келеміз, айсыз ашық аспан, көлемізде жұлдыздар, үнсіз мұңдасқан.
бәрекелді, шабала қойыңыздар. Сіздерден асып кетті ғой деймін. Аспады ма Бақытбек аға? Шашылды? Ал көрейік өздеріңізді көрейік. Сіздерге де бір ән болсын, енді бәрекелді. Той жүрі. Махаббаттың құдірет күші екі жасың табыстырған жүрегім жастық жалын асыл арманағы ниет бақыт сыйлап сұмдықты гүлдеп алген Той үстінде. Ойде. ән салайық шарықтасын Қандай жері бақы? ойна ойна Деуші бір жері ойна. Шабала қорық қойық, құрметті ағайын. Басайып өтіп бастап отыр. Қалай? Жете аламыз мұнда кісілерге? Көрейік. Жақсылап көйлегі қалай берген? Әреке. Тербеліп отыр, даусымыз шығар екен. сияқтанып айтуы келеді қияқтанып жолдаққа қараймын сен жоқсың арайлым кешікті керемдеме мен тұрмын еріндеме жол жақта Кешікпе керемдеме, мен тұрмын елеңдеуме. Ой, бәрекет, қошемет соқпың. Ал Бақытбек аға, енді қалай бұл? Ережер айтуға болмайды. Ал жарайды, әділ болсын, тағы бір өлең көрейік. Енді Талғатқа келіп айтпаңыз енді. Сонымен неше болды? 2-де 1 болып қалды ма қайтты? 2-де 1 болып тұр ғой, Талғатқа жеңіліп атыр екенбіз енді. Жақсы енді. Сіздерге тағы бір өлең болсын. Армандасың. Алтын төлем ұшқан жастар едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, бәріміз де жазылмаған дастан едік, армандастар құрдас. Ал бірге. Бір дәуірдің мөлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік, армандастар қайда, армандастар қайда, замандастар армандастар қайда екен. Ай, бәрекел, шабала қорықпайсың. Кәдімгідей, қалай ойлайсыздар анда? Ал сіздерге де бір болсын. Өздеріңіздің замандарыңыздағы бағанағы өктем алтайыпты кез келген палаткеде қосылатын әні. Ақсәулем әнін қойып, кішкене кейін. Билеп отырып айтайықшы орнымыздан. Шабала қорып отырып, билеп отырып айтайық. Талғат аға, айтпаймыз бірақ, кере жерледі. Достар, билеп отырып. Ал кетті. Өмір делген амалақ, өмірге арап келмейді ой қайталап, қиын некен сонда да, өмірдегі ең алғашқы махаббат. Қиын некен сонда да, өмірдегі ең алғашқы махаббат. Ал бірге! Ай, 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 ақсәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын. Ақсәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын. Талғат аға, Бақытбек аға, вообще менсінбей өтсің ғой кәдімгідей. Қалай айта алмай қалды ма? Ай, бәрекелді. Енді қадірлі ағайын, енді өлеңді біз айтқаннан гөрі сіздер айтқан жақсы ғой, осылай естелікті қалып отырасыз. Енді бөлінгенді бір жейтін заман дейді. Құрметті ағайын, ешқашан ауылымыздың береке бірлігі ажырамай, осындай дүбірлі тойда ән көңілдің ажары деп, ажарларыңызды ашып, ән салып отырған өздеріңізге мыңда бір рахмет. Ортақ бір ән айтайық ма? Ортақ бір ән болсын. Екі жақта қосылып айтайық, құрметті ағайын. Апамның тойынан, 90 жас мерейтойдан барша Әди ауылының қонақтарының тамаша әні болсын. Бірігіп айтайық енді. Қос. Өзіңді таныстым, шайнаған гүлдей құрман сен, шағада
тұрдың сен. Ал бірге. Жаз ой, бәрекелді, қошемет соғып қойыңыздар өздеріңізге. Апа, қалай концерт ұнады ма? Рахмет, бәрекелді. Енді қадірменді ағайын, тамаша ән зап атқан өздеріңізге мыңда бір алғыс. Енді рұқсат болса, енді айтады ғой, балдыз болса қаншалық, бажа болар соншалық деп құрметті ағайын. Бүгінген Талғат ағамның бажалары келіп отыр, осында барша балдыздары келіп отыр. Баяғыда бір ағам әйелмен ұрсысқа айтады дейді ғой, осы сенімен ажырасып кетейін, сен бажаңды қимайын деп құрметті. Сол сияқты тату бажалар бар, алды осында бір жұма жатыр құрметті ағайын қасында енді. Сондықтан осы бажаларын ортаға шақырайық. Балдыздары Нұрлан, Айжан, Талғат, Маржан, Кенжеш, Қорлан, Динара, Айдан, Ербол, Бекзат, Ақназ дейді, Нұрлан, Меруерт, Алмас, Қарлығаш, Нариман, Үнзилия дейді, Берік, Мақпал, Ерлан, Гүлнұр, Айнұр, Майра, Шапалақ қайда. Ал балдыздар, бажалар! Ал қатаға! Ой! Бажалар билейші керек! Сенімен билет, сенімен ұста, бұл дискотека, сенімен ұста. Барына қоста, ойнасың әнді, сенімен ұста. Мақұлдама тек басымды кетка, студияға қолда гитара, сикін алап кет, сегодня вечер болады пати. Ай, бәрекелді, рахмет. Ал бажалар, қош келдіңіздер, балдыздар. Күләш апай, 90 жасыңыз қайырлы құтты болсын, деніңіз сау болсын әрқашан. Жастан жас жасай беріңіз, немере шөбере сүйіп, ортасында жүре беріңіз. Мен Талғат бажа, Жанерке, сендерге де семьяларың қызығын көріңдер, дендерің сау болсын әрқашан. Шешелерің аман болсын ортадағы. Осы отырған бәрілеріңізге ден саулық, үлкендеріміз аман болсын, елерге тыныштық, дүние тыныштық, елерге аман болсын. Ал, құрметті ауылдастарым, енді біз өзімізде осы жердікміз, қалай жыл болды көшіп кеткенімізге. Күләш апай, 90 жасыңыз құтты болсын, жастан жас қоса беріңіз, Алланың берген жасын жасай беріңіз, бала шағаларыңыз аман болсын, немере шөберелеріңіз аман болсын, шөпшек сүйіңіз. Сіздің жасыңызды осыларға берсін, Талғат пен Жанеркеге, балаларына, немере шөберелеріне берсін. Орталарында жүре берсін, жыл сайын тойлатып тойыңызды, 100-ге 100 жасаңыз. Апа, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, 100-ге келіңіз. Талғат, Жанерке, апа-аталарының туған күні құтты болсын. Денсаулығы мықты бол, бала шағаның қызығын көріп, немере шөпшек сүйе беріңіз. Денсаулығыңыз мықты болсын. Апа, туған күніңіз қайырлы құтты болсын, деніңіз сау болсын, Алланың берген жасын жасай беріңіз, бала шағаңыздың қызығын көріңіз, немере шөпшек көріңіз. Талғат аға, Жанерке апай, міне үлкен той жасап жатсыздар, сіздерге көптен көп рахмет. Қанша кісі шақырып, міне апаның көңілін алып, міне 90 жас деген. Сол 90 жас сіздерді ғұмырларыңыз ұзақ болып, бала шағаларыңыздың тек қызығын көріңіздер, ердос үйленсін, тек қана отбасыларыңызға бақыт болсын. Не айтамын, тек қана жақсылық. Бүгін қарттар күнімен құттықтаймын сіздерді. Отбасыларыңызға амандық тілеймін, жұмыстарыңыз табысты болсын, аман болыңыздар барлықтарыңыз. Сіздер де 90-ға келіп өстіп тойлатып жатыңыздар. Күләш апай, 90 жасыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, бала шағаңыздың қызығын көріп, немере шөберелеріңіз өсе берсін, шөпшек сүйіңіз, немене сүйіңіз. Енді Талғат, Жанерке, сендерге де міне апаларың туған күн жасап жатсыңдар, құтты болсын, өздеріңе денсаулық, семьяларыңа бақыт, бала шағаларың қызығын көріңдер. Енді дастархандарың тек қана жақсылыққа жайылсын. Осы тұрған сіздерге де денсаулық,
үйлеріңізде қуаныш той бола берсін. Келіңізші апай, айтыңызшы. Бағанадан ет пісіріп, бүкіл жұмысты атқарып, складта жүрген кісі вообще киім туралы ұмытып кеткен ғой бүгін кісі. Сондықтан осы кісі сөйлесін біраз. Ал Күләш апай, бүгінгі мына туған күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Осы немерелеріңіздің, шөберлеріңіздің бала шағаның ортасында әдемі қартайып жүре беріңіз. Барша қарттарды бүгін қарттар күнімен құттықтаймын. Ортамызда аман есен болыңыздар. Осы тойға жиналған қауым сіздерге де шаңырақтарыңызға осындай той болсын. Талғат Жанерке тойларын тойға ұлассын. Шаңырақтарынан той, жақсылық, береке кетпесін. Рахмет бәрекелді. Енді бұл кісі бағанадан әгі тойдың өту барысына алаңдап, толқып жүрген осы кісі құрметті. Той бастары берілмей қалды ғой деп шулап жүрген осы кісі құрметті. Рахмет бәрекелді. Ал енді бажалар қауымы, балдыздар қауымы кетіп қалмаңыздар. Рұқсат болса енді бұл кісілер осы тойдың өткеніне неше күннен бері дайындалып жүгіріп, уже Талғат ағамның үйінде жатыр қаншама күн болды құрметті. Енді соңғы ат салысып жүрген осы кісілер сіздерге мыңда бір рахмет. Енді мынау бажалардың тату болғаны қандай жақсы құрметті ағайын. Сондықтан да берекеліктеріңіз ажырамасын, бір билеп тастайық. Аға, біртүрлі қарадыңыз ғой өздеріңіздің замандарыңыздан ал кет, әйелдеріңізбен билейікші. Негіз жақсы кісілер бұл кісілер. Өз әйеліңізбен билесек жақсы кісілер. Ал кет кәдімгі. Аспанда тырналар барады, айлар қадарға толады. Жасым 24-ке келген соң, балалығым артта қалады. Уақытты еске алармын, жанарды жасқа толармын. Жасым 25-ке келген соң, өтшәрімді іздеп табармын. Балыстар, жездеріңізбен билейік. Жасым толады, келістіру ойым болады. Жақынға құрбы құрдастар, тойда шүприза болады. 26 жасқа толармын, жаныменен бақытты болармын. Алтын бесік төрде тербелі, айдай қызда ұлды болармын. Жылама махаббат, жылама, саған жылауға болама. Тағдыр босмағай, махаббатсыз адам болама. Жылама махаббат, жылама, саған жылауға болама. Екеумізді тағдыр қосмағай, махаббатсыз адам болама. Ой, рахмет бәрекелді. Бажаларына рахмет, қатты білейді екен негізі. Тұрған орындарынан қозғалмай қатты білейтін бажаларына мыңда бір рахмет бәрекелді. Бажалардың ішінде өзі бәрі разноцветный екен. Ұзыны бар екен, қысқасы бар екен, домалағы бар екен деген сияқты құрметті. Сондықтан енді рахмет бажаларына. Ал енді қадірлі тойшыл ағайын, қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаев әкеміздің айтып кеткен сөзі бар ғой. Балам, сенің қуаныштан күлгенің менің ең бір шуақ шашқан күндерім. Балам, сенің бақытты өмір сүргенің менің жақсы әке бола білгенім, менің жақсы ана бола білген деген ағайын. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, бағанадан сонау әкемізден бастап алған, анамыздан тараған осы ұрпақ бүгінгі күні ауылдарыңызда өздері кішігірім бір ауыл ағайын. Сондықтан да осы енді оның көпшілігі енді ортамызда қазір жұмыс бабымен жоқ, дегенмен де барша бала-шағаның барлығы ортамызда. Енді апамнан тараған, атамнан тараған барша немерелерді, шөберелерді, ұлдарды, қыздарды ортаға шақырып қояйын. Енді Ермектей ағамыз бастатқан Гүлжанаттай жеңгеміз бар, Айгүл, Талғатпенен Жанерке апайымызды Салтанат, Серік Гүлжанат және де
Немерелер, шөбірелер Ақылбек, Аида, Тамирис, Айбек, Амангүл, Жасмин, Абзал дейді, Бекжан, Жадыра, Бегімай, Жандос, Алтынай, Айлин, Аяна, Ақат дейді, Ердос, Назгүл, Олжас, Расул, Минуара, Ербол, Еркежан, Әділжан, Айсұлтан, Кентай, Гүлнәз, Аят, Аяла, Шохан, Назым, Уәлихан, Алинұр, Наргиз, Нұрсұлтан, Алина, Мирас, Қуаныш, Арнай, Аяна дейді кәнеке. Келіңіздер, барша апамның ұрпақтарын шақырайын кәнеке. Келіңіздер, бері қарай. Ертеге бағанадан бейненбей жүріп бір қозғалайық деймін де. Ал дейді. Ой, бәрекелді, ауылымызды біліп, стагаматчик атам кетіп барады ғой. Рахмет. Ал енді, Игата, тәйгі өзіңізде. Қадірлі қонақтар, алыстан жақыннан келген, барлығына рахмет. 90-ға келгенсіздер сіздерде. Отбасыларында аманшылық болсын. Бұғы жақсылық той болсын. Сіздерде де 13 үйдеріңізге аман есен жетіңіздер, ат көліктеріңіз аман болып, 13 жылды бөліскендеріңізге рахмет. Енді шешеміздің 90 жасы болсын, енді не саулық болсын, Алланың берген жасын жасасын, бала шағасының қызығын көріп, немерелерінің, өлелерінің бір жақсылық болсын, жақсылық тойға ғана жиналсын. Енді мына Жанеркемен Талғатқа рахмет айтамыз, енді шешемізді күтіп отыр. Той жасады. Құтты болсын, бәрі жақсылыққа ғана жиналсын, той қаласын. Бәрі жақсылық болсын, ден сау болсын. Алла рахмет болсын. Әке, 90 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Ауырмаңыз, бейнет көрмеңіз. Немере шөберенің қызығын көріңіз, шөпсеңіз. Тәнерке Талғат тойларын той қыласын. Дастархандарыңызға жақсылықтар тойға жайылсын. Осы отырған барлық қауымға жақсылық тілеймін. Той болсын үйлеріңізде. Бала шағаларыңыз, немерелеріңіз бәрі аман болсын. Апа, бүгінгі мерей тойыңыз құтты болсын. Сізге зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Осылай немере шөбере арасында ойнап күліп жүре беріңіз. Және де бүгін қарттар күні мерекесі, барлық қарттарды мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Жанерке апай, нағашы, сіздерге рахмет, апаны қарап күтіп отырғандарыңызға. Апаның жасын сіздерге берсін, біздерге берсін. Сол тек қана жақсылық болсын. Апа, туған күніңіз құтты болсын, жасыңызға жас қосылсын, ауырмаңыз, сырқамаңыз, біздің ортамызда жүре беріңіз. Нағашы, сіздерге рахмет. Апамызды осы жасқа жеткізіп отырғаныңызға. Тек қана осы үйде жақсылық болсын, бақ береке етпесін осы үйде. Тек қана мол дастархан болып, осы үйдің қызығына тоймай бізде жүре берейік. Апа, бүгінгі 90 жас мерейтойыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз, сырқамаңыз, әрқашан өстіп күліп, жақсы болып жүре беріңіз. Тек жақсылық тілеймін сізге. Әлі де көрер қызықтарыңыз көп болсын. Немере, шөбере, шөпшек сүйіңіз енді. Бұйырса. Тек жақсылық тілеймін, әркім келген осы қонақтарға осы апамның жасын берсін. Тек жақсылық тілеймін.
қадірлі қонақтар, бүгінгі осы қуанышымызды бөлісіп, алыстан ат терлетіп, жақыннан болса да келіп жатқандарыңызға, барлығыңызға мыңда бір алғыс. Бұл жай ғана той емес, қазыналы той. Әжеміздің аз жасы емес, 90 жасы. Әрқайсыңызға осындай мәнді, сәнді жас тілеймін. Апамыздың бейнетін емес, тек зейнетін көріңіздер. Сол зейнеті тек жақсылығы өмірде көрген бақытты сәттері сіздерге де бұйырсын деймін. Ата-анамның осы тойды жасап жатқанын негізі сол апамыздың осы бір қуанышы халықпен бөлісіп, елмен бөлісіп, жақсы айтылған тілектерге барлығыңыздың айтқан әумин деген тілектеріңізді қабылдау болған. Той көңілдеріңізден шықты деп ойлаймын. Кем кеткен жерлері болса айып етпеңіздер. Апау, туған күніңіз құтты болсын. Сіз біздің қазынамызсыз. Кішкентай кезімнен апа шашымды өріп, өзі әңгімелерін айтып, сол ең балалық шағымның ең бір тәтті кездері әрдайым көз алдымда. Кешірім өтінемін. Апаға тек жақсылық тілеймін, денсаулық тілеймін. Алланың берген жасын жасай беріңіз. Ортамызда тек біздің қызық қуанышымызды көруді жазсын сізге. Және де апаны осындай жасқа жеткізу енді бірінші Алланың қалауы әрине. Осындай жас бұйырған. Екінші, әке шешемнің осындай еңбегі бұл. Апаның осындай әдемі қартаюы. Осы әдемі қарттығыңыздан айырмасын, апа. Әрдайым ортамызда тек жайнап, күліп, осылай әдемі қалпыңызда жүре беріңіз. Осы қызық қуанышымызды бөлісіп келген барша ағайынға алғыс айтамын. Және де осы тойдың болады деп естігеннен бастап ат салысып жүрген туысқандарымыздың, нағашыларымның барлығына ерекше алғыс айтам. Тек жақсылық тілеймін барлықтарыңызға. Апа. Ал апа, туған күніңіз қайырлы құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, ешқашан ауырмаңыз, сырқамаңыз. Ортамызда үлкен кісі қартайғанда бала болады дейді. Баладай болып аман-есен ойнап күліп жүре беріңіз. Барлық жақсылық тілеймін. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Аман-есен үйлеріңізге жетіңіздер. Әр отбасыда осындай үлкен той болсын. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Папа, мама, міне бүгін енді үлкен тойды атқарып, міне тойдың мәресіне де келіп қалдық. Барлық жақсылық болсын. Рахмет сіздерге. Ал енді апа, бүгінгі 90 жас мерейтойыңыз құтты болсын. Ең бастысы денсаулығыңыз мықты болсын. Осы әулетке келін болып түскеніме 5 жыл болды. Осы шөберелердің өзі келіп қарасады маған. Коляскам тербет болсын, тамағын істеп ал, нан істеп ал деп ылғи маған көмектеседі. Рахмет сізге, апа. Сізге Алланың нұры жаусын. Сол барлықтарыңызға да осындай қуаныш болсын. Осы мама мен папаға көп рахмет қарасып отырған. Құрметті туысқандар, жақындар, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін, барлықтарыңыздың отбасыларыңызда осындай той болсын дегім келеді. Апа, келіп жеткен туған күніңізбен, білесіз, мен сізді ерекше жақсы көрем. Сізге тек қана алдағы ғұмырыңызда тек қана тәтті ғұмыр тілеймін. Алланың берген жасын мәнді де сәнді қылып, бақытты қылып, ғұмыр кешуіңізге тілектеспін. Біз оған барынша ат салысуға, қолымыздан келгенін жасауға дайынбыз. Айтады ғой,
бала анасын қанша бақса да, анасының баласын көтергендегі бір сәттегі толғағын өтей алмайды деп. Сондықтан да қанша істеген нәрсеміз болса да, сіздің еңбегіңізді ақтай алмайды. Осы жерде тұрғанымыздың өзі сіздің бір үлкен еңбегіңіз. Барлықтарыңызға, отбасыларыңызға береке, ата-аналарыңызды сыйлап, ата-аналарыңыздың разылығын алуға шақырамын. Анасына, ата-анасына уф деген адамға жәннат тұрмақ, жәннаттың иісін иіскемейді дейді. Ата-анамызды қадірлеп, барлығымызға тек бақытты ғұмыр тілеймін. Ал апа, туған күнің құтты болсын. Тек қана бақыт тілеймін. Бірінші байлық денсаулығы мықты болсын. Осылай ортамызда күліп ойнап, өзін айтпақшы жыбырлап жүре бер. Через один күлдіріп, через один жылап. Ал апа, 90 жасыңыз, 90 түрлі бақыт, шаттық, қуаныш, өмірдегі бар жақсылықты нәсіп етсін. Өстіп арамызда күліп ойнап жүре беріңіз әрқашанда. Ең бастысы денсаулық, арамызда өстіп назгүл айтпақшы жыбырлап жүре беріңіз. Жеңге өлең айтады. Енді апамыздың құрметіне әдемі қыз деген. Расында да қыздай ғой. Ақ көйлек қызыл бешпет-ай, әдемі қыз-ай, деген жоқ әлі ешкімге, әдем-ау әлегіңіз-ай. Бір көскен кішкентайдан-ау, құрбан едің-ей, біз сізден әлі күнге, әдем-ау дәм еліміз-ай. Сәулелі алтын айымсың, бақытым сенсің, барымсың, дариғау мынау жалғанда. Таңдап бір сүйген жанымсың, ақ көйлек қара камзол-ай, мен бұған ей, жан едің қатарынан, әдем-ау дара туған-ай. Мен сізге ғашықтықтан-ау сөз айтамын ей, ар жағын өзің шешіп, әдем-ау өзің ойлана. Сәулелі алтын айымсың, бақытым сенсің, бармысың, дариғау мынау жалғанда. Таңдап бір сүйген жанымсың. Көп рахмет. Бір қошемет қойыңыздар ағайын. Ер азаматтың сүйіп қосылған жары, мына өзінің ата-анасы менен, анасы менен әсіресе бір тілді болса, ер азаматқа содан асқан бақыт жоқ деп. Мен Жандосқа бір рахмет айтқым келіп тұр. Осындай әдемі әнші, ару келінді таңдап алған өзіңе мыңда бір рахмет. Енді осы сөзден шығады ағайын.
Расымен ғой, қазір енді ене тұрмақ құрметтаған күйеуімен арсыласып жататын келіндер бар. Оның қасында мінекей көріп отырмыз, неше тойда көріп отырмын осы баламды, құрметті ағайын. Иә, осынау ата-анасын құрметтеп, өзінің мынау енді ата-енесін мама деп жүгіріп жүретін балам. Рахмет саған енді. Иә, мына жақсы ғой, мен де әйелім сөйтетін болды осы кезде. Иә, рас. Иә, екеуі маған айтпай тойға кетіп қалады. Иә, өздері айтып омжымдары бір отырып мен жамандаймын ма білмеймін айтты. Иә, өткен жолы екеуі тойға кетіп қалып, содан кейін тойдан келді екеуі. Настроениесі жоқ, ауыздары бұрқ-бұрқ етеді, бірдеме деп біреуді сөйлеп отыр. Мен ойладым ғой, той жаман өткен ғой, тамада бірдеңе деп қойды ма, не болды деп ақырын сұрасам, сөйтсем тойға барып сарқыт салған ғой, сол сарқыттардың бәрі таксида қалып қойыпты, соған жынданып отыр екен құрметті ағайын. Иә, сол сияқты енді осындай келіндерге мыңда бір рахмет. Иә, бәрекелді, барша апамның ұрпақтарына мыңда бір алғыс енді. Иә, енді рахмет сіздерге, мен әкем мен анамды ортаға алып қалайын, енді сіздерге жайғасуға рұқсат. Талғат аға, Тәңірге апай келіңіздер. Енді қадірлі ағайын, өздеріңіз білесіздер, әрбір мәтіннің, әрбір шығарманың өзінің түйіні болады дейді. Бұл енді тойдың түйіні емес, бұл енді Талғат ағамның берген қолымаға ақ тізімнің ішіндегі ағайынның барлығын атап болдым, соның ғана түйіні. Енді той құтты болсын. Айтады ғой, ана деген ардақты асыл адам қиын қыстау күндерде жасымаған. Мынау дүние құсын төрт бөліп әр перзентін қатарынан кем қылмай асыраған дейді. Енді ананың орны әрқашанда бөлек. Енді бір ана 10 баланы өсіріп бағып қағалады екен, бірақ 10 бала бір ананы баға алмайтын кез құрметті ағайын. Дегенмен де өздеріңіз көріп отырсыздар, мінекей мынау алақанына әлпештеп ұстап, анасын аялап, құрметті ағайын, бүгінгі мінекей разылығын алып отырған осы әкеміз бен анамызға бір мәрте шапалақ соғып қояйық. Рахмет сізге. Айтып жатырмыз ғой, бағанадан расымен де бұл өмір деген қымбат валюта, ол уақыт деп ағайын. Бұл өмірде не қымбат десе, бұл өмірде қашанда әкеміздің бұйрығы қымбат, анамыздың мейірімі қымбат, адамның бергені құнсыз, Алланың сыйлығы қымбат дейді. Алланың сыйлығы, мына мінекей төрт қолыңыз тең, бала-шағаларыңыз аман есен, орталарыңызда аналарыңыз бар. Бұл өмірде не қымбат десе, қашанда бұл өмірде мынау жарыңның сенімі қымбат, балаңның өмірі қымбат. Бәрінен де ағайын дос-туыстың сүттен ақ көңілі қымбат дейді. Міне, сүттен ақ көңілін, алтын уақыттарын қиып, сіздердің әулеттеріңізге ұлы қуанышты ұзағынан сүйіндіруге атсалысып жатқан ағайынға айтар ықылас тілегіміз бар шығар. Анамызға тілек айтайық. Мына тойға көмектесіп атсалысқан кісілерге алғыс білдіріп, бір ауыз сөз өздеріңізден болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті туған туысқандарым, құда жекжаттарым, етене жақын дос жорандарым, көрші құландарым, сіздердің мен осы қуанышымды бөлісіп, анамыздың 90 жасқа келген қуанышты мерекелі тойына қуанышымды бөлісіп келгендеріңізге шексіз алғысымды білдіремін, көп рахметімді айтамын. Неше күн болды енді осы тойдың болғаннан болады сырақ жақсы демектейін. Осы мына қайынбикелерім, бажаларым, балдыздарым, жиендерім, туған туыстарым бәрі міне болысып жатыр, көмектесіп жатыр. Жаңғыздың жаяудың шаңы шықпас, жаңғыздың дауысы шықпас демектейін. Біз жаңғыз өзіміз қолымыздан келе бермейді деп ойлаймыз. Енді қасымдағы іргелес көршіме шексіз алғысымды білдіргім келеді. Мен енді еркек үйдің табыс табатын табыс дейді ғой. Соны оқсата білген осы Жанеркеге алғысымды айтамын. Мен өзімді айтамын, сен осы жұмыс істемей ақ қойшы, сенің жұмысың үйде болсын. Анама қарашы. Анамыз тоңып қалмасын, ауырып қалмасын, дәрісін, уақытымен, уколын бәрін өзі салады, өзі қарайды, жылы жұмсағын алдына тосады. Сол Алла тағалаға мыңда бір шүкіршілік. Жұмыс таңдаумен жар таңдауда қателеспеппін деп ойлаймын. Шексіз алғысымды білдіремін. Осындай қыз өсірген тещама анамызға рахметімді айтамын. Енешка, көп рахмет сізге. Теща деп дегенге ренжімеңіз.
Ал енді бәрдеріңізге, қуанышымызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет, көп алғыс. Осындай қуаныш той бәрдеріңізде бола берсін. Шаңырақтарыңыздан тек қана шаттық, қуаныш, бақыт, бақ дәулет, ырыс, ынтымақ кетпесін. Тек қана басымыз тойда ғана қосылсын. Дастархандарымыз тек қана қуанышқа, тойға жайылсын. Сіздерге анамыздың жасын берсін, ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын. Енді бүгісіздер тұларда келдері, соғыстан кейінгі балалар, бүгісіздердің бейнетін бермесін, бақытын берсін. Сіздер де шөбере сүйіңіздер, шөпшек сүйіңіздер, немененің қолынан маяу істейіңіздер. Ғұмыр жастарыңыз ұзақ болсын, қабақтарыңызды кірбің шалмасын. Қазақстанымыз өркендей берсін, бейбітшілік заман болсын. Қой үстіне бозторғай жорымды қалайтын. Бізді сыйлап келгендеріңізге, туған туысыма, нағашы жұртыма, шешемнің нағашыларына бәріне шексіз алғысымды білдірем, басымды ием. Көп рахмет. Құрметті жиналған қауым, барлықтарыңыздың келгендеріңізге көп рахмет. Біздің қуанышымызды бөлісіп, анамыздың жасын сіздерге берсін. Тек жақсылық тілейміз. Өзімнің туған туыстарыма, бала шағама, қыздар бар, ұлдар бар, күйеу балалар бар, келіндер бар, бәріне көп рахмет. Жиендеріміз бар. Неше күн болды бәрі жүгіріп, аяқтарынан тік тұрып, бәрін істеп болысып жатқандарына. Алыстан келіп отырған құда-құдағиларымызға көп рахмет. Барлықтарыңызға анамыздың жасын берсін. Бекзатқа көп рахмет. Өстіп, Талғаттың бір ауыз сөзін жерге тастамай, айтқан күн-ақ келісіп, өстіп тойымызды жақсы өткізіп беріп жатқанына көп рахмет. Барлықтарыңыз аман есен үйлеріңізге, жетулеріңізге нәсіп етсін Аллам. Жолдарыңыз болсын. Рахмет барлықтарыңызға. Расында да мен де кішкене біраз ұмытып кетіппін. Бұл жерде Бекзат бауырыммен Құдайбергеннің қызы, Бекзаттың қарындасы Кәмшат, біздің тұңғышымыз Жадыра екеуі неше жыл бірге ән айтты, студенттік өмірді бірге бастан кешті, бір үзім нанды бөліп жеді. Енді отбасымызбен, ошақ қатымызбен бірімізді біріміз жақсы сыйлаймыз, аман сәлеміміз дұрыс. Енді бүгін сіздерге раз шексіз алғысымызды білдіреміз, бауырым. Сөзімізді жерге тастамай, анамыздың шашпауын көтеріп, осындай жоғары деңгейде тойымызды атқарып, қуанышымызды бөліскендеріңе мыңда бір алғыс. Жұмыстарыңызға Алла береке берсін, абырой, атақ берсін, береке берсін. Ал енді біздің анамызға бір азын-аулақ сыйлығымыз бар. Қаладан алып қойғанда сыйлығымыз бар, көлік болмай келе алмай жатыр. Ол да келіп жетер бір күн деймізге анамызға. Қазір азын-аулақ бір неміз бар, соны Жадыран жақтан қазір жабады үстінде. Ой, бәрекелді, апамызға құндыз бөрік, жағалы чапан, заманауи. Қыз деген осы ғой міне бәрекелді, рахмет, Жадыраға рахмет, шапалақ ұрып қойыңыздар енді. Ал енді құрметті Талғат аға,
Құрметті Жадар апа, енді дүбірлі тойларыңызды басқаруға енді бір кәдеге жарап жатқан өзімде қуаныштымын. Дегенмен енді қадірлі тойшыл ағайын, мынау қазақта сөз бар ғой, өлі разы болмай тірі байымайды деген ағайын. Бүгінгі күнде енді дүниеде өтіп кетсе де, ортамызда болмаса да, әкемізде бір ойнап түсіп жатқан шығар енді Қалижар әкеміз. Сондықтан да енді мынау ардақты ғой, қашанда әке деген әке емес те бізді өсіріп мәпе деген. Әкесіне баласы еркелейді, аспандағы айды да әпер деген дейді. Біздерді нұрға бөліп, біздерді жүрген тербеп, аналар болған менде әкенің орны бөлек дейді енді. Әкеміздің рухы бұрана түсіп жатсын, мен рұқсат болса, өздеріңізді бағып қағып осы күнге дейін жеткізген сол марқұм әкеміздің құрметіне сіздердің аттарыңыздан бір тамаша ән жолдап қояйын. Енді рұқсат болса екен енді. Қабыл алыңыздар, құрметті апа. Апам жылап жүрмесін қазір. Апам естіп отыр ма мені? Марқұм әкеміздің құрметіне бір өлең арнап қояйын деп жатырмын бәрекелді. Рахмет енді. Болмасаң да ұқсап бақ деп қатты оқыған тоққан әншілігіміз жоқ. Құрметті ағайын, дегенмен де бір тамаша ән сап беруге рұқсат етіңіздер ағайын. Барша әкелердің құрметіне ағайын. Рухымды құлатпағаның үшін рахмет әке, балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін рахмет әке, қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін рахмет әке, ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адам болғаның үшін рахмет әке. Әкем деп айтатын адам, әкем деп айтатын адам барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған Аллаға шүкір. Жап-жарық жұмақ болғаның үшін, уақытша сынақ болғаның үшін рахмет өмір. Тағдырды таңдамайтының үшін, адамды алдамайтының үшін рахмет өмір. Әкеммен қауыштырғаның үшін, анаммен таныстырғаның үшін рахмет өмір. Бар жоққа бөлінбейтінің үшін, барлығын дәлелдейтінің үшін рахмет өмір. Әкем деп айтатын адам, әкем деп айтатын адам барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған Аллаға шүкір. Әкем деп айтатын адам барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған Аллаға шүкір. Басыңнан сипайтын адам,
басымнан сипайтын анам барға да шүкір керек етпейтін атақтан ұлымын қамды лақаптан Аллаға шүкір әкелер мәңгі жазасын деп қояйық қадірменді ағайын. Баяғыда ертеде бір қадірменді ағайын бір азамат өсіп жетіліп жұмысқа тұрып ең алғашқы зарплатасын әкеп тұр дейді анасына. Мама, мен жұмыс істедім, толдым, жеттім, осы алғашқы зарплатамды кімге берем десе, анасы айтқан екен дейді, әкеңе бер деп. Не үшін десе, өйткені әкең Алладан сені сұрап, менің ұрпағымның жалғасы дүниеге келсін деп Алладан сені тілеп алған, сондықтан да алғашқы зарплатаңды әкеңе бер деген екен дейді. Екінші зарплатамды кімге берейін десе, оны да әкеңе бер деген екен. Не үшін десе, сенің қарның тоқ болып, көңіліңнің көк болып, үйде жылыйды жатып, мынау енді алаңсыз балалық шақты өткіргенің барлығы сенің әкеңнің арқасы, күн демей, түн демей, табанын тасқа тіліп еңбек еткен, барлығы сенің әкеңнің арқасы деген екен. Ендеше үшінші зарплатамды кімге берем десе, оны да әкеңе бер деген екен. Не үшін десе, өйткені әке бар үйде, береке бар. Әкенің бір иә деп айтқан сөзінде ризық бар деген екен құрметті ағайын. Сондықтан да оны да әкеңе бер деген екен ағайын. Ендеше бүгінгі күнде қасымызда болмаса да, әкеміздің барлық енді жатқан жері жайлы болсын, әкеміздің аунап түсіп жатқан топырағы бір аруағы бір аунап түсіп жатқан шығар ағайын. Ендеше енді әкелердің құрметіне бір алақан соғып қояйық. Рахмет ағайын. Ал енді қадірлі тойшыл ағайын, енді апамыз бақытты екен. Неге десеңіздер, барлық ұрпағы, Алла көп көрмесін апа, ұрпағы үрім бұтағының барлығы өсіп өніп дұрыс жолда келе жатыр екен. Енді мен бақыт деген сөздің ішіне негіз көп нәрсе сыяды ғой. Мен бақыт деген сөзді әркімге сұрақ қойсаң, әркім әртүрлі жауап береді екен. Мысалы, бақыт деген деп жастардан сұраса, жастар бақытты сәтті махаббатпен ұштастырады екен. Бақыт деген деп орта жасқа келген кісілерден сұрасаң, ол кісілер бақыт деген балаңнан бала сүю, немере сүю деп жауап береді екен. Бақыт деген деп қазыналы қарттарымыздан сұраса, ол кісілер бақыт деген бала шағаның ортасында әдемі болып қартаю деп жауап береді екен. Мен бақыт деген сөзді қазақтың 7 санына балап өзімше былай етіп жүрмін ағайын. Бірінші бақыт дегенім өмірге 12 мүшең сау, аман есен келуің екен. Екінші бақыт дегенім өмірде дұрыс өсіп өнуің екен. Үшінші бақыт дегенім өмірдің қатал тағдырына төтеп төзуің екен. Төртінші бақыт дегенім өмірден жақсы жарды таңдау екен. Бесінші бақыт дегенім сол жарыңнан бала сүйіп, соларға жақсы тәлім тәрбие арнау екен. Алтыншы бақыт дегеніміз осындай тойдың төріне келіп отырып марқаю екен. Жетінші бақыт дегеніміз сол қазыналы қарттарымыз айтқандай, бала шағаның ортасында әдемі болып қартаю екен. Апа, әдемі қарттығыңыз ұзағына сүйіндірсін. Иә. Енді жастымыз бермейміз ғой. 100-ге кел деп айтайын десем, 10 жылға всего лишь апа. Иә, бұйырса, апа, 100-ге келген ғасыр тойын жасасаңыз, өзім кеп басқа тегін келем апа. Міне, камераға түсіріп жатыр, иә. Жасыңызды бізге берсін, иә. Рахмет. Енді қадірлі тойшылаған енді той барысында балалықпен, шалалықпен жіберген ағаттық қателігіміз артық ауыз сөйлесек, ерсі қалшындап қойсақ айтып қой бермаңыздар. Енді оның бары тойдың көңілі, ешкімді мазақ қылып керекелайық деген ниетіміз болған емес ағайын. Енді бүгін осы дүбірлі тойды тарихта қалдырып, ат салысып, видеоға түсіріп, КТК-дан келіп отырған мен Нұржан дейтін бауырыма бір шапалақ алып қойыңыздар. Иә. Әуезді әнмен әрдеп отырған өзімнің нағашым, ағам, Құдай бергендей ұлдарыңызға бір алақан қошемет. Енді алдарыңызда асаба қылған ұлдарымызмен Ақсуат дейтін жердеміз, Жәмбике дейтін елдеміз. Қазіргі таңда Жаңаөзен дейтін ауылда қарапайым еңбекпен мұғалімі 4 ұл 2 қыз 6 баланың әкесі маған бір шапалақ ұра салыңыздар. Енді 6 бала деп айта берейін, әзірге 2 уақытқа ұра болатын шығар, жақсы сөз жарамыздық қой, жақсылыққа балай берейін деген ғой, құрметті ағайын. Бәрекелді, ал ағайын, ендеше сөзімнің қойыр болсам нүктесін, Адырышевтар әулетіндегі той ешқашанда бітпесін деген деді ағайын. Тойда ғана жолығайық, шаршасақ тек қана той деп қана жүгірейік қадірменді ағайын. Енді сұлуларға сән керек, әншілерге ән керек, диқаншыға дән керек, малшыларға мал керек, жалмауызға да жан керек деп туфлиге кеп аяқ қатық болды құрметті ағайын. 4,5 сағат қолда сұрап тұрған ағайын. Ендеше ары қарай тойды бимен жалғастырайық, болмай жатса Талғат ағам бимен жалғастырамыз құрметті ағайын. Тойда ғана жолығайық ағайын.